Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін тек қана бір жұмыртқамен ұнды ғана араластырып, сіздермен осындай шайға тәтті хворост дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды жарып алып, тек қамыр илегендей ұнмен илей саламыз. Ешқандай артық зат қоспаймыз. Осылай ұнмен қосып илеп аласыздар жақсылап. Одан кейін кішкене иленіп болған қамырды 5-10 минутқа тұндырып қоямыз. Салафанға салып тұндырып қойсаңыздар болады. Және де тұнған қамырды аламыз да кәдімгі қамыр ғып жаямыз. Жұқалау болу керек. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмыт кетпеңіздер. Сіздерге осындай үй жағдайында жасай салатын, өте жеңіл, үйде бар заттармен жасай салатын осындай тәтті тағамдарды, салаттарды сіздерге көрсетуге дайынмын. Ол үшін каналымның дамуына үлес қосып, лайк басып өтсеңіздер қуанып қаламын. Мінекей қамыр жайылды, сол қамырды оқтауға орап кесе салып, кәдімгі етке кескендей, одан кейін ортасынан бөле саласыздар. Сосын оны тақтайға кәдімгі жіңішке етіп кесіп аласыздар. Кесіп алғаннан кейін қызып тұрған отқа қамырларымызды салып пісіріп аламыз, хворостарымызды. Міне қатты қызартпаймыз, сәл ақшыл болса болды, ала беріңіздер. Міне дайын болған хворостымызды осылай тарелкамызға сәндейтін боламыз. Егер кішкентай тарелкаға салатын болсаңыздар, сіздерде 3-4 тарелкаға дейін шығады. Мен осындай үлкен 2 тарелка жасадым. Біреуіне мед құйсаңыздар болады. Үстін қалап, екіншісіне сгущенканы құйсаңыздар болады. Сгущенка оңай құйылу үшін кішкене сол ыдысымен бір ыдысқа ыстық су құйып, сол сгущенканы салып қойсаңыздар, еріп, құйылғанға ыңғайлы болып тұрады сгущенкаларыңыз. Міне екіншісіне осындай сгущенканы құйып аласыздар. Сосын бетін жақсылап, мен үйде не бар, сахарный пудрамен сәндедім. Екіншісін конфеттімен сәндедім. Сіздер өз қалауларыңызша шоколад салсаңыздар, кокосовый стружки құйсаңыздар да болады. Батончик конфетінде әдемілеп теркадан өткізіп себе салсаңыздар болады. Бәріңіз жасап көріңіздер. Өте жасау жолы оңай. Барлықтарыңызға ас болсын.